Сәлем жолдастар, бұл көзқарас подкастының жаңа эпизоды. Бүгін біз әйелдер қауымы үшін өте маңызды, өте қызықты тақырыпты қозғаймыз. Менде бүгін қонақта дәрігер, хирург, жай ғана хирург емес, варикозный расширение вен, тамырлардың варикозды кеңеюін емдейтін хирург. Оны негізі флеболог деп атайды. Жаттап алыңдар, жазып алыңдар бір жерге. Біздің бүгінгі қонағымыз Шымкенттен келіп отыр. Нұрғазы Құрманәліұлы, әйгілі клиникалардың басшысы. Менің ойымда сіз өте распиаренный дәрігерсіз. Көрем, рекомендацияда көрем сіздің рилстарыңызды. Қош келдіңіз. Рахмет үлкен шақыруларыңызға. Әртүрлі көзқарас, адамға болмақас, бостандық үшін сен сана. Тегерек теңдік, еркіндік, тегерек теңдік. Жалпы сіздің мамандығыңыз, сіздің шешіп жүрген проблемаңыз, бұл өте көп әйелдерге қатысты. Менің аудиториям білесіз, 97% әйелдер. Барлық жобаларында біз статистиканы қарап отырамыз. Неге сізді шақырғым келді? Өйткені ең үлкен әйелдердің бірақ айта бермейтін проблемалардың бірі ол тамырлардың кеңеюі, варикозный расширение. Варикоз айтып жүрген. Өте көп таныстарымда бар, жасына қарамай, жастарда бар, үлкендерде бар. Сондықтан да сізді сол нарықтағы нөмір 1 маман ретінде шақырып өзіңізден сұрайын дедім. Әйелдерге көмектесу үшін осы проблеманың шет жағасын көтеру және де өзіңізбен танысу бүгінгі мақсат. Рахмет. Көп тақырыптың несін ашамыз деген ойдамыз. Кезген сұрағыңызды қоя берсеңіз болады. Негізі менің подкастымда ер азаматтар көп болмайды да. Келген кезде бүйтіп кішкене бүйтіп сөйлей алмай, бүйтіп не істеп тұрады, қазір бірдеңе деп айтады ма? Өйткені мен туралы білесіз, өзіңіз де білесіз, айтады, ойбай, мен де феминистка болғаннан кейін еркектердің бәрін жек көреді деп ойлайды. Ондай емес на самом деле. Менде подкастқа жігіттер келеді. Бүгін сол сізді қонаққа шақырып отқан себебім, сізді эксперт ретінде мойындаймын. Былай іздестіріп командамызбен қарадық. 11 жылдық тәжірибеңіз бар екен. Хирургияны бітіргенсіз. Жалпы неге осы тақырыпты, осы саланы таңдадыңыз? Хирургияның ішіндегі именно варикозный расширение. Өзіңіз туралы кішкене сол туралы айтып беріңізші. Мен енді сол Қарағандыда медакадемияда бітірдім. 7 жыл оқыдық. Содан кейін ар жағында 2 жыл Ресейде Академия Мишалкина клиникасында жүрек қан тамырлары хирургиясы бойынша оқыдық. Содан кейін оқуды бітіріп кардиохирург мамандығын алып елге келген кезде енді бізде жұмыс табылмады. Жұмыс болмады. Бүкіл Қазақстанның бүкіл қаласын аралап шықтым, жеке өзім. Кардиохирург дейтін жұмыс таппадыңыз ба? Енді сол кезде сондай қиын болды. Сосын бүкіл қаласын аралап, ешқайда жұмысқа алмағаннан кейін жалғыз қала, сол Ақтау қаласы болған. Сол Ақтау қаласына жұмысқа тұрдым кардиохирургия бойынша. Сол жерде жұмыс жасап, содан кейін флебология саласына келдік, осы варикоз емдейтін салаға. Қазір сол сала бойынша жұмыс жасаймын. Сіз Ақтауда кардиохирург жұмысқа тұрдыңыз. Мынау флебологияға ауысу, жаңағы варикозды емдеу саласына ауысуға не түрткі болды? Жай ғана бір кәсіп жасау ма, немесе бір сондай бір ситуация көргеннен кейін, соған көмек болғаннан кейін осыны шешсем болады екен ғой, сияқты бірдеңе түрткі болды ма? Негізінде кардиохирургия енді ол өте ұзақ тарих, енді история, айта берсең, қысқаша айтайын. Мен енді оқып жүргеннен бастап менің негізі арманым сол кардиохирургия болды, жүрекке ота жасау. Соның ішінде номер 1 специалист болу, тек Қазақстанда емес, вообще әлемде сондай үлкен менде мақсат болатын. Бірақ сонымен қатар мен ең жас молодой кардиохирург болғам. Қазақстанда 27 жасында уже самостоятельно операция жасаған, өйткені көбіне 35-40-тан кейін жасайды негізі жүрекке операцияны. Енді ол кардиохирургияда бізде енді барлығы негізі біз күтпеген нәрсе болады ғой өмірде. Тек ешқашан мен варикоздың саласына кетем деп ойлаған емеспін. Жұмыс жасап жүрген кезде бір жылы заң шықты. Енді мен Ресейде бітіргеннен кейін сол дипломды жаңа дәлелдеу үшін, нострификация өткізу үшін соны өткізу керек деді маған. Сосын мен барған кезде оны өткізу үшін 6 ай уақыт кетеді деді. 6 ай енді мен ол уақытта осы қосымша жеке клиникаларда варикозында еммен айналысатын негізгі жұмысынан бөлек. Сол уақытта енді ковидтің кезі, қиын кез, кардиохирургиядан жұмысты тоқтаттым ол кезде. Сол кезде осылай варикоздың саласына өтіп кеттім. Басында бірақ мен ойладым,
Енді ол кезде де қарасақ біздер ол кезде ашық түрде операция жасайтынбыз варикозға кесіп, и ол емнің өзі маған ұнамайтын ол кезде, өте травматичный операция. Қаншама адамдардың сол варикозбен зардап шегетін, то есть варикозны ол уақытта адамдарда варикоз емдеу десе үлкен қорқыныш болатын. Ешкім сенбейтін дәрігерге де, өйткені 10 адам жасаса 10 адамның 5-еуінде дұрыс результат болмайды. Өйткені қателіктер өте көп болатын. Сол уақытта осы Маңғыстау облысында ең алғаш болып осы лазерный технологияны енгізіп, жаңағы безоперационный метод ең алғаш болып, содан кейін бір кабинеттен бастадым, жалпы бір кабинеттен жұмыс жасап, содан кейін қазір міне 2 клиника болып, қазір Қазақстанда номер 1 клиника деп айтсақ та болады. Өйткені бізде операцияның саны бойынша өте көп. Біз даже Орта Азияда біз сияқты объемда ешқандай клиника жасамайды. Біз сияқты варикоздың емі бойынша. Сол бір кішкентай кабинеттен бастадым. Ол кезде енді сен қанша жерден жүрекке операция жасап, қанша жерден сондай бір үлкен хирургияны біліп мықты болып тұрғанымен де, ол варикоздың өзінің тонкостары өте көп болатын. Ол да бір жаңа сала, енді тамырдың ішіндегі. Сол енді ол кезде ковидтің кезі, бір жерге барып оқи алмайсың, іздене алмайсың. Даже 20 миллион сұраса да бір врачтың қолында оқу ол мүмкін емес тұғын, өйткені ешқандай самолет ұшпайды. Бір несі, бірақ адамдар деген енді өте көп келетін ол кезде. Бүкіл елдің, Қазақстанның түкпір-түкпірінен далаға дейін очередь адамдар емге сол кезде. Мен бірақ сол таңғаладым, неге сонша адамдар келеді деп. Енді сонша адам келіп отқаннан кейін, менің ол кезде негізге қойған мақсатым болды, номер 1 флеболог болу. Вообще әлемде басқа адамдар жасай алмайтын сондай сложный нені жасау деген сияқты соған ізденіс болды. Бір қиыны, бір жерге барып оқи алмайсың, үйрене алмайсың, бірақ оның өзі бір мен үшін өте үлкен сондай плюс болды. Соның арқасында мен уже стандартный лечение емес, бәрімізге протокол емес, мен уже басқа өзімнің авторский методиканы ойлап таптым. Сол практиканың арқасында. Неге? Өйткені енді көп ізденесің, көп қарайсың, мысалы күніне 50 адам қарайсың. Это просто консультация. Мысалға таңғы сағат тәжірибе ғой бұл. это тәжірибе. Это мысалы таңғы сағат 6-да 7-де бастаймыз операцияны, түнгі сағат 10-12-ге дейін күніне 15-20 операция арасында консультация. Осылай жылдар бойы таңнан түнге дейін ешқандай отпуск жоқ, демалыс жоқ. Сол жұмыстың несінде менде уже үлкен практика қалыптасты варикоз бойынша, және варикоз бойынша менде уже басқа классификация дейді ғой, то есть варикоздың еміндегі өзінің жеке диагностика және не қалыптасты. Өйткені мысалға кез келген технология ойлап табылса, ол Европада мысалға дамыған елдерде шығады, оны біздің СНГ-ға аударады, бізді сол бойынша үйретеді негізінде. Бірақ қазір қарасаң, біздің елдегі варикоз, ол Европадағы әйел адамдармен варикоздың екеуі екі түрлі. Мен әрқашан айтам, мысық пен иттің анатомиясы сияқты, қайта екеуі бір адам. Мысалға бізге консультацияға 10 қазақтың әйелі келсе, соның 6-7-еуінде матканы дейді ғой, іш қуысындағы тазы варикоз кездеседі. Мысалға 10 орыстың әйелі келсе, соның біреуінде де бізде матка варикозы болмайды, тек мысалға аяқтың варикозы болады. Яғни бізде болғанда Қазақстан, Орта Азия. Сізге көрші мемлекеттен келе ме, Қырғызстаннан, Өзбекстаннан? Келеді арасында. Өзбекстан, келеді. Енді қараңыз, сонда вы хотите сказать, сіздің айтқыңыз келіп тұрғаны, Ресейде немесе Европада әйелдерде бұл нәрсе аз кездеседі деп тұрсыз ғой? Мүлдем кездеспейді десек те болады. Ол жақтың. Сонда бұл тек Орта Азия әйелдерінің проблемасы ма? Неге? Біздер тіпті Ресейге барғанда, басқа елдерге барған кезде таң қалатынбыз. Біздіңкінде варикоз, оларда жоқ, оларда келмейді, кездеспейді. Может, жылына сирек жағдайда келуі мүмкін, бірақ біздікінде асқынған формасы бар варикозбен, немесе жаңағыдай матка варикоз дейміз ғой, тазы варикоз, оларда жоқ, оларда даже хирургтар ол частьті қаралмайды да УЗИ-дің кезінде. Подозревать етпейді. То есть сондай айырмашылық. Сол айырмашылық мысалға бұған дейін қалай емделді? Стандарт бойынша емдейтін. Европада айтады ғой, аяқтың негізгі подкожный веналарын жасайсың, болды.
осымен деген сияқты. Ал қарасаң ол варикоз кетпейді, немесе артынан шығады, ешқандай результат болмайды. Сол үлкен қателік болды осыған дейін. Мендегі именно бұл метод, который диагностический, бұл осы біздің осы Азия деп айтайын, енді Азия елдеріндегі, өйткені Өзбекстанда бізге ұқсас, ол жақтың өмір сүру салты барлығы, әйел адамдардың көп бала туумен, енді ол туралы сосын тоқталам. Сол определенный бір аяқта участоктер бар, сол жерден шығады варикоздың нелері. Сол жерлерді жаңағыдай бітеу, сол жерлерге жасау, сол жерлерді қарау деген сияқты менде сондай нелер бар, жұмыстар бар. Зерттеулеріңіз бар өзіңіздің, ол бойынша мен үлкен международный докладтарға шықтым, ол өзімнің жұмысым бойынша. Бірақ көптеген біздің әріптестер деген таң қалды, барлығы қызығып, бұл қалай деген сияқты. Ол бойынша қазір өте көп жұмыстар жасалынып жатыр жалпы. Сонда былай қарап тұрсаңыз, мысалы сіздің екі клиникаңыз флебологиялық клиника, былай қарағанда. Сонда шетелде ондай клиникалар жоқ, сонда сіз әлемдегі бірінші докторсыз ғой. Именно флебологиялық клиника отдельно. Өйткені мен түсінгенім бойынша басқа елде жоқ, флебологиялық клиникалар бар ғой, әлемде бар, әрине, ол варикоздың емеңсат. Именно біздегі ол біздің өзіміздің методымыз. Мысалға, менің қолданатын осы методты Европаның дамыған елдердегі кез келген флебологтардан сұрасаң, олар білмейді. Даже ол біздің Қазақстандағы дәрігерлердің өздері ол туралы көп түсінігі жоқ. Қазір енді ол туралы біз Инстаграмда да айтамыз, кешегі жұмыстарында көрсетіп жатырмыз. Содан кейін енді көптеген врачтар ол туралы сұрақтар өте көп болды. Ол бойынша әрине қазір барлығы сонымен де жұмыс жасап жатыр. Бірақ мен ең алғаш сол әдісті, сол диагностикалық нені ойлап тапқан адаммын. Өйткені мен егерде стандартына басқа адамдар сияқты жұмыс жасасам, мен ол нәрсе мен миыма ешқашан келмейді. Ол не үшін келді? Өйткені сол таңнан түнге дейінгі жұмыстың соның нәтижесі. Просто мен баяғыда өзіме тоже сұрақ қоятын, неге басқа коллегаларымыз айтып жатады, адам жоқ бізде, басқа деп, мен де білмеймін, мысалы ешқашан адам болмай қалды деген нәрсе болған емес. Мен наоборот демалғым келетін, шаршағам соншақты, бір адам болмай қалса екен депті, бірақ қыздар тіркеп тастайды. Менде запись 4 айға дейін болатын кездер болған. 4 ай маған келу мүмкін емес болатын. Сондай далаға дейін күтетін кездер болатын адамдардың. Айтып отырмын ғой, 80% бәрі басқа қаладан келеді. Сол үшін демалыс жоқ, сенде запись полный, жұмыс, ол содан шыққан зат. Это просто огромная практика, это нереальная практика. Сондықтан, мысалға, допустим, варикозный түрлері бар, күрделі, который оны басқалар жасай алмайтын. Просто лазерный технологиямен кеспей, оны жасай алмайтын варикоздың формалары өте көп. Сондай формалардың барлығын жасаймын. Просто. Это просто практика. Неден келеді ол? Тәжірибемен келеді. Өйткені хирургия деген ол тек тәжірибе. Ол сен әдемі сөйлеуің мүмкін, теоретически бәрін білуің мүмкін, бірақ хирургияда ол ана жерге келген кезде істей алмай қаласың деген сияқты. Сондықтан әрине сондай бізде қазір не қалыптасты. Сіздің былай қарап тұрсам, мен қазір айтып жатсыз ғой, дәрігерлік практикаңызға қарасам, сіз көбіне андай сияқтысыз, уже ауырып барып, сіз хирург ретінде емдеумен айналысасыз. Ал былай сізге флеболог ретінде бүйтіп келіп профилактика, сәлеметсіз бе, көріп кетейін, менде осындай подозрение бар еді деген сияқты осындай пациенттер болады ма? Алдын ала келіп сізден консультация алып келетін. Әлі бірақ ондай асқынған ауруы жоқ. Чтобы как-то алдын ала болмасыншы деп тексеріліп кететіндей. Ондай болады, бірақ өте аз. Өте аз ба? Өте аз. Өйткені бізге көбіне енді почти барлығы қазақ әйелдер келгендіктен көбіне запущенный варикозбен келеді, асқынған варикозбен. Енді для профилактики келеді деген ол өте сирек, өте сирек. Очень грустно, қыздар. В целом, қазір біз осы варикоз неден пайда болады деген тақырыпқа да келеміз. Сол жерде түсінікті болады, что нужна все-таки профилактика. Сосын негізі қазір қарап отқан, осы подкастты қарап отқан оқырмандардың ортасында мүмкін осындай медицинскийде оқып жатқан, медицина саласын таңдаған, немесе таңдаймын деген оқырмандарым болуы мүмкін. Жалпы мен әрдайым эксперттер келген кезде сіз қайдансыз, неге сіз дәрігер болам деп шештіңіз деген сияқты осындай хикаяны білген жақсы көремін. Жалпы жеке өзіңіз туралы бір көп емес бір ақпарат айтып беріңізші. Қай жақтың баласысыз деген сияқты, қандай отбасыдан, бауырларыңыз бар ма, бала-шағаңыз бар ма, отбасылысыз ба, осы туралы айтып жеңіз. Мен осы оңтүстіктің тумасымын. Әке-шешем бар, бір қызым, 2 ұлым бар. Бауырларым бар, 4 қыздың арасында өскем. Жалғыз ұл, бір қарындас, 3 әпкем бар. Андай отбасында ғана не ғой?
жаңағы әке шешенің үміті сондай қатты бүйтіп күткен ұлы сондайсыз ғой, еркесіз ғой. Иә, болды бар. Өзіңіз шештіңіз ба дәрігер боламын деп? Иә, біздер енді 11-ші класстарда ма сол кезде таңдадық дәрігерлікті. Бірақ именно жүрек қан тамырлар хирургиясын сол 4-3 курстан бастап сол сала қызық болды ішінде. Сол бойынша келдік. Оңтүстік қай жерінен, Шымкенттің өзінен ба? Иә, Шымкентте Шәуілдір деген ауылдан туылғанмын. Шәуілдірліктер мына жерде қуанып қалыңдар деп. Мен ойлаймын, мысалы әрбір бүйтеді ғой, мынандай историялар бар да. Кеше осыны бір досыммен сөйлестім да. Мен сол ауылда қиналып, мектепте білім таппай, сөйтіп ауылдан қалаға келіп адам болдым деген сияқты историялар бар да. Былай қарасаң, әрбір қазақ ауылдан шыққан да. Уже ондай история уже қызық емес. Рас бүйтіп қарап келсең, әрбір қазақ Алматы мен Астанада туылғандар аз ғой, чем бүкіл Қазақстанға қарағанда. Мен ойлаймын, әрбір эксперттің артында жаңағы бәрібір ауылдың тәрбиесі, ауылдағы ата-ананың, ата-әженің тәрбиесі, ауылдық вайб, ол басқаша бір не береді деп ойлаймын. Нұрғазы жаңа айтып жатсыз ғой, варикоз бойынша уже запущенный болып келеді деп ше. Осы подкастқа дайындалатын кезде менде жалпы неден болады ол варикоз бәрін оқып келдім. Мен басында ол болған жоқ, бірақ менің енемде бар варикозный расширение. Өмір бақи жаңағыдай жас кезінен бар. Сосын мен құрбыларымда бар, жап-жас құрбыларымда бар. Себептерін айтып беріңізші. Неге? Жаңа айтып жатсыз да, иә, европалық әйел мен орта азиялық әйелдің екі түрлі деген сияқты. Мүмкін сіз ол туралы да білетін шығарсыз көбірек. Неге осы орта азиялық әйелдерде ол не себепті кездеседі, неге ол көп кездеседі? Енді қараңыз, жалпы бізде мынау протокол бойынша қалай айтады? Варикоздың негізгі пайда болуы ол генетикалық, тұқым қуалау, наследство деп айтады. Тұқым қуалау деп отқанымыз, ол варикоздың өзі берілмейді балаға. Ол әлсіз. Енді варикоздың негізгі себебі сол тамырларының ішіндегі клапандардың бұзылуы ғой. Сол клапандар, әлсіз клапан сол балаға беріледі. Енді өмір сүру барысында белгілі бір факторларға байланысты сол клапандар тез бұзылады. Содан варикоз пайда болады. Ол қандай фактор десеңіз, бірінші кезекте ауыр салмақ көтеру. Ауыр жаңа штанга сияқты, ішті пресс дейтін сондай ауыр затты көтеру деп айтады. Внутрибрюшный давление көтерген кезде ма? Сондай, өйткені ауыр салмақ клапанды ұрады. Сол кезде клапандар тез сынып, содан варикоз кетеді. Екіншіден, жүктілік деп айтамыз. Жүктілікте де, егер де ода предрасположенность болатын болса, ол әйелдерде де варикоз шығады. Сонымен қатар артық салмақ дейміз. Одан кейін аяқ үстінде тұрып жұмыс жасайтындар. Көп қозғалмай, сатушылар деген сияқты. Ол кезде де аяққа өте үлкен нагрузка түседі. Енді қараңыз, бұл жалпы варикоздың себептері туралы айтып отырмыз. Бұл аяққа қатысты варикоздарды айтып отырмыз. Енді менде өте көп сол сұрақ болатын. Неге біздің елдің әйелдерінде бұл варикоз өте жиі кездеседі? Именно матканың варикозы деп айтамыз, ішкі мал тазының. Енді ол бойынша айтсақ, бірінші көп бала көтеру. Мысалы, Европада бір бала туады, 2 бала туады. Бұл 4 баладан ары қарай жағы неде шығады. Екіншіден, тек варикоз, мысалға, сіз 5 бала туасыз, басқа біреу 5 бала туады, неге анада шығады, неге анада шықпайды деген сияқты вопрос болады. Өйткені ол бірінші айттым, генетика, әлсіз оның тамырлары. Екіншіден, негізінде көп әйел адамдар мына заттарды ұстанса, негізі варикозды шығармауға болады. Алдын алуға болады. Неге? Өйткені біріншіден бізде өкінішке орай қазақ әйелдері мүлдем күтінбейді. Біздер енді бір мысал ретінде айтайық. Мысалы осы Шымкентте жұмыс жасаған кезде Сарыағаштан өте көп келеді. Сосын мына матка варикозы деп отқанымыз кімдерде жиі кездеседі? Ол орта және төмен өмір сүретін отбасыларда және де көбіне ауылдық жерлерде тұратын қыз-келіншектерде өте көп кездеседі. Сол Сарыағаш, Жетісай, сондай ауылдық жерлерден өте қатты келеді варикоздар. Асқынған формалары, сол матканың варикоздары. Сосын бір күні мен ешкімге айтпай, давайте сол жаққа экскурсия жасап қайтайық. Тегін больницасына барып консульт жасайықшы дедім да, жаңағы госпольницасына. Сол кезде біздер бардық. Где-то бір 150 адамды қараппыз, 2 дәрігер болып. Енді соның өзіне бір-біріне естиді дегенде адамдар келген. Сол кезде біз нені түйдік? Мен өзім практикам бойынша гемоглобиннің төмендігі. Қараңызшы,
әйел адамдар жүктілік кезде негізі гемоглобин деген ол қан аздық деген болмау керек. Өйткені ол қан аз болған кезде именно кез келген сол матканың варикоз кезетін әйелден сұрасаң, гемоглобині 90-нан 100-ден төмен болған әйтеуір бір жүктілігінде, барлығында практически 95%-ында. Екіншіден, барлығында қалқанша безінің проблемасы бар. Щитовидный. Мысалға, анау гемоглобин анемиямен ауыратын адамның, әйел адамдарға да айтам, бұл барлық аурудың негізгі бастамасы. Өйткені гемоглобин төмен деген кезде ол темірден жағын қалқанша безінің гормондары түзіледі. Темір аз, қалқанша безінің гормондарының жетіспеушілігі пайда болады. Ол басында жаңағыдай гормондар тапсырған кезде нормально болуы мүмкін, бірақ эутиреозный синдром болады әйел адамдарда. Ол қалай білінеді? То есть шаршап, әлсіздік, ештеңеге зауқы жоқ, энергиясы жоқ, сондай болып жүреді. Ашуланшақ. Енді бізге сол кезде келген адамдардың барлығында сол клиника. Енді мен шынымды айтайын, енді біздер көбіне біздің клиникаға келетін адамдар орташа адамдар, орташа сегменттегі деп айтайықшы, который енді ақшасы бар, келіп емделетін. Бірақ госпольницада көбіне енді жағдайлары төмен адамдар келеді. Сондықтан біз көп уақыттан бері ондай пациентті көрмегеннен кейін ба, бірақ бізге ондайлар ретке келеді. Бірақ сол кезде көрген кезде бір Чернобыльден келген адамдар сияқты болды біз үшін. Мүмкін емес. Барлығында гемоглобин проблема, аяқтарында варикоздар прям үлкейіп, денесінде салбырап жатыр аяғы жағында. Анамен қалай жүрген, бір өмірге деген бір сондай бір көзде от жанып тұрған ештеңе жоқ. Просто бір тірі организм жүрген. Әйтеуір. Енді ол өкінішті жағдай. Денсаулыққа деген сондай немқұрайлық, ондай бір денсаулықты бірінші орынға қоюдың приоритет біздің неде, елде жоқ. Сондықтан біздің нация ол нездоровый, біздің елдегі еркегі де болсын, әйелі де болсын, барлығын алып барсаңыз. Сондықтан осы бірден бір себеп. Неге біздің елде көп деп жатсыз ғой, осы матка варикозы. Өйткені оның ішінде барлығы кіреді. Ол адамда анемиядан бөлекте жағы D3 де аз, ол дефицит барлық витаминдер деген сияқты. Дұрыс тамақтанбайды. Олардың өмірінде спорт жоқ. Сосын жаңағыдай дұрыс тамақтану жоқ. Ұйқы жоқ, барлығында хронический стресс. Сол үшін қазір барлығының екінің бірінде проблема щитовидка мен артық салмақ. И барлық, мысалы, ер адамдарда да, әйел адамдарда баяғыда 60-та 70-те кездесетін ауруларға жасарып кеткен 30-40-та кездеседі. Неге? Өйткені өз-өзіне қарамайды бізде. Бізде енді былай айтады ғой, қоғамда әйелдер кішкене денсаулыққа көбірек қарайды, еркектер қашады врачтардан деп. Получается, қашып жүретін әйелдер де бар. Не үшін дәрігерден қорқа ма? Что у них? Вот, не үшін? Как вы думаете? Мысалы, сіз де ауылдан шықтыңыз, мен де ауылдан шықтым, сіздің ойыңыз? Былай ғой, мысалға, енді менің өзім ойым, қай жерде тегін медицина көрсететін елдерде денсаулыққа ешқандай приоритет жоғын түсіндім. Қай жерде платный медицина, шынымен де ол жақта адамдар басқаша қарайды, көзқарас. Мысалға, мен Японияда болғанда, Қытайда болған кезде, басқа да елдерде ол медицина өте қымбат, тегін деген ол жақта жоқ. И адамдар білет, ертең ауырып қалса, емге ақша жетпей қалуы мүмкін, немесе өте көпке шығындалып кететін. Сондықтан ол жақтарда денсаулықты бірінші кезекке қояды. Ал бізде тегін медицина болғаннан кейін адамдардың барлығын жаңағы басқа біреуге ысырады. Мысалы, мен запущенный варикозбен келеді. Мен айтам, неге емдетпедіңіз десем, енді көбісінің айтатыны жаңағыдай, поликлиникаға бардым, врач керек емес деп айтты, анау деп басқа біреуден іздейді причинасын. То есть өзіне жауапкершілікті алмайды ешқандай адам, біреуді қояды. Неге? Өйткені сол үшін денсаулыққа көп қарамайды. Мысалы, былай ғой, пример. Мысалы, біздер же айтамыз ғой, темекі тартуға болмайды, темекіні көрсетіп жатырмыз, зиян басқа деп. Бірақ адамдар оны білет, бірақ не понимайды. Егер де мысалға ол адам рак болды ма, өкпенің рагы, міне қазір темекіні тастайсың, бұл рак болды десе, ол адам тастайды сол күні-ақ темекіні. Неге? Өйткені он уже понял деген сияқты, оны знает, но не понимает. Вот тура сол сияқты, егер де сіз денсаулыққа көңіл бөлмейсіз ба, оның зардабын бәрібір тартасыз. Қалай да осы тартасыз. Бәрі алдынан келеді. Иә, мысалға біздің практикамызда қандай? Вот егер сегменттерге бөлетін болсақ, сол орташа, төменгі отбасылық адамдарда шынымен де денсаулыққа мүлдем қарамайды. Енді барлығы демеймін, бірақ почти мен білетін, немесе 90% жоғары деп айтайын, біздің елде денсаулыққа мән бермейді. Ол бір.
даже ақша енді регион бойынша айтатын болсақ, мынау оңтүстік региондарда өкінішке орай даже ақшасы бар адамдар, мынау жоғарғы сегменттегі, олардың өздері де приоритетте жоқ денсаулық. Мысалы қараңызшы, оның жаңағы артық салмағы бар. Иә, мысалы артық салмақ дегеннің өзі қарындағы, ол уже ар жағын тексеріп қарасаң, проблема деген толып жатыр ол адамда. То есть тек варикоз емес, оның басқа жоқ, тек варикоз туралы емес, вообще жалпы айтып отырмын, оның проблемасы ар жағында толып жатыр мысалға да. Значит, бірақ қымбат көйлек алу, қымбат бір алтын немесе үйіне бірдеңе жасау, оларды приоритетте тұр. соғым алу. Иә. Денсаулыққа ақша салу ол мүмкін емес нәрсе, оны миы қабылдамайды. Өйткені бізде барлығы тегін болу керек деген сияқты, немесе ол сондай. Это ол өкінішті жағдай. Өкінішке орай. Сізге ер азаматта келе ма? Әйелдер түсіндік, оларда жаңағы жатырда варикоз бар, аяқта бар. Ер азаматтарда ше? Ер азаматтарда бар. Енді ер азаматтарда оның жарасы жеңілдеу. Өйткені ол тек аяқтың варикозы келіседі, және олар өте жақсы емделеді, тез. Сонда вы хотите сказать, что плохие пациентки это женщины? Жоқ. Енді әйел адамның несі көп қой, жаңағы жұмысы көп қой. Ол ертең тағы бала туады. Негізінде сол үшін варикоз өте жиі, склонны да рецидивке әйел адамдарда. Мен осы подкастқа дайындалып кеткен кезде оқығаным, варикоз жалпы жаңа тұқым қуалайды, иә? Өзіңіздің жаңағы туған туысыңызда, мамаңызда болса, значит болады деген сөз. Егер осы жерде қазір подкастты көріп жатқан қыз-келіншектер болса, әлі ондай проблема басталған жоқ, мысалы қыздар әлі тұрмысқа шықпаған қыздар, ондай проблемасы әлі жоқ, бірақ та сақтанғысы келсе не істеу керек? Вообще негізінде кез келген адам бізге ештеңені қиындатып қажет емес екен негізі. Алла тағала бізді қалай жаратты? 3 нәрсені ұстану керек екен. Біріншісі ол дұрыс ұйқы. Толығырақ кетпей ақ қойын, толығырақ кетсем қазір ұзақ болып кетемін. Дұрыс ұйқы ол факт, иә, менде де проблема сол. Сосын жаңа 8 сағат деп айтамыз ғой, уақытылы түнде ұйықтау. Сол кезде мынау біздің организмдегі барлық процестің бәрі келесі күні дұрыс жүреді, циклдың барлығы. Ол бүкіл аурудың алдын алады, бүкіл аурудың емі ұйқы. Екінші ол дұрыс тамақтану. Дұрыс тамақтануға не жетеді? Дұрыс тамақтану деп ол жерде мысалға жаңағы тәтті тамақтар, немесе мучной дейміз ғой, нан мен сондай сияқты нелер. Сосын жаңағыдай перекустарды азайту деген сияқты. 11-дің шайы, ненің шайы деген сияқты. Оның бәрі жаңағы инсулинді көтереді, сондықтан ол да болмайды. И және де біздің негізінде тамақтану жағы ол үлкен бір тоже ұзақ әңгіме айта берсең. Тақырыпқа айта берсеңіз. Үшіншіден жаңағыдай спорт. Спортты міндетті түрде қосу керек. Егер де спорт болмай ма, ол басталады проблемалар тағы да. Спорт кезде де ол жаңағыда организм өзі тазарып, бүкіл гормондарды ұстап тұрады. Сонымен қатар жаңағыдай әрқашан көңіл күйді жақсы ұстап жүру. Адам негативні бір жаман нәрсені ойлаған сайын, стресске батқан сайын, ол жаңағы бірінші кезекте қалқанша безін тағы проблемаласы, тағы баса кете береді. Сондықтан осы нәрселерді 4 нәрсені ұстану керек. Одан кейін енді жүктілікке дейін әрине жаңағыда қан аздық болмау керек, қалқанша бездің гормондары бәрі дұрыс болу керек. Сосын жүктіліктің кезін дайындалу керек, барлық дефициттерін бәрін жабу керек деген сияқты. Сосын жүктіліктің кезінде де көп стресс алмау керек. Өйткені алғашқы бірінші триместрде баланың ішкі органдары түзіледі, өте маңызды апта. Сосын жаңағыдай жүктіліктен кейін күтіну, әйел адамның 40 күн күтінуі, одан кейін күтінуі, оның бәрі міндетті түрде. Біздерде адамдардан қарап отырсаң, сосын матканың варикозында ондай мысалға жүктіліктен кейін іш қуысындағы тамырлардың бәрі күлеңкі сияқты үлкейіп тұрады, босап тұрады. Бірден барады ауыр зат көтеріп кетеді, шелекпен су тағы басқа. Нәтижесінде жаңағыдай клапандар бұзылып, тоже матканың варикозы шығып бастайды. Ол 5-6 балада шығатын варикоз, 3 балада уже шығып бастайды жаңағы варикоздар аяққа, жыныс еріндеріне. Сондықтан оның бәрі сол, жайдан жай айтылмайды. Жаңа айтып жатсыз ғой, тамақ туралы жақсы айттыңыз, инсулин көбейеді деп. Жалпы тамақ мәселесі мен көп байқаймын. Өзімнің ортамда емес, кейбір бұндай проектілерге барып қаламын ғой. Мен өзім основной командам бар, бірақ кейбір командалармен жұмыс істеуге бір проекттерге барып қалған кезде қарайсың да, осындай ассистент қыздар жүреді, оператор жігіттер жүреді, целый день съемка болатын болса, азаннан кешке шейін ішетіндер газировка,
жейтіндері жаңағы чипсы, шоколад. И бұл ауылда жоқ емес деп айта алмаймыз, ауылда да бар. Бір интернетте тарап кетті ғой, бір сурет болды. Түркістанда ғой деймін, бір жас келіншек энергетик беріп жатыр, 3 жасар баласына ма, аузына беріп жатыр да. Сол сияқты қазір мына магазиндегі пищевой мусорлар. Ақша жоқ, ойбай сендер айта бересіңдер дейді да, бірақ та көбісі байқамайды. Сондай бір керек емес нәрсеге, жаңағы сникерсы бар, чипсы бар, дизи бар, басқасы бар, сондайға өте көп ақша құртады. Мен байқаймын, үлкен бюджет кетеді соған. Иә. Шектемейді өздерін. Сосын жаңағы инсулин көтерілу, перекус мәселесі. Действительно, особенно бұл әйелдерге өте қиын. Неге? Өйткені әйел 3 мезгіл тамақ істейді. Ол тамақ істеп жүріп, аузына бірдеңе салып қоя береді бәрібір. Бірдеңе жеп қояды. Сосын андай бар ғой, әйелдердің әдеті бар ғой. Баласын тамақ береді, сол қалған тамақты өзі жей салады деген сияқты бар ғой. Сол сияқты мәселелер бар да. Бұл жерде әрине мен таңғалып отқан жоқпын. Мысалы, сіз таңғалдым деп жатсыз ғой, Орта Азиядағы әйелдерде осы проблеманың көбеюі. Мен таңғалып отқан жоқпын, өйткені Орта Азиядағы әйелдің өмірі сондай. Азаннан кешке шейін жаңағы салып етіп сол кухняда жүреді, балалардың артынан жаңағы жинап жүреді, бірдеңені жеп қояды. Ол постоянно ол тамақтың бұзылуы, нарушение питания, мен ойлаймын осы көптеген аурулардың жаңағы артық салмақ болсын, артық салмақтың өзі жаңағы варикозға әсер етеді. Артық салмақ болсын, бәрі бұл именно дұрыс тамақтанбаудың мәселесі. Сосын тәтті жейді таңғы шайға. Таңғы асқа тәтті жемеңіздер. Вообще сладкий каши, бір нәрсе, ондай нәрселер жеуге болмайды. Ол да қатты инсулинді. Яғни инсулин секірген сайын жаңағы клапандарға тоже әсер етеді. Әрине. Енді ол артық салмақ, ол барлық аурудың бастамасы, тек варикоз туралы емес, ол бүкіл аурудың. Сондықтан, егерде сізде мысалы артық салмақ бар ма, срочно күресу керек. Өйткені ол артық салмақ неге алып келеді? Жаңағыдай сахарный диабетке алып келеді. Давлениенің пайда болуы. Давление пайда болды деген соң ол жүрек қан тамырлар жүйесінің бүкіл атеросклероз, келешек инфаркт, инсульт, бүкіл аурудың алды ғой, воротасын ашты деген сөз. То есть артық салмақ бүкіл аурудың воротасын ашу деген сөз. Ол жерден барлығы басталады. Сондықтан мен айтар едім, ол питание бірінші кезекте. Енді мысалы былай да, жалпы қысқаша айта салайын, чтобы түсінікті болу үшін, бір адамдар артық салмағымен спортқа барып жүреді, басқа қылып жүреді, бірақ при этом жаңағыдай тамақты дұрыстамайды. Одан ешқашан азбайды. Ол наоборот, хуже бола береді. Немесе ол қосыла береді деген сияқты. Сондықтан біздің организмде арнайы мысалға энергия көзі, жаңағыдай біз енді машина жүрген кезде май жағады, сол сияқты біз қалай май жағамыз, ол тамақ энергия көзінен бірінші глюкоза, сосын жаңағы белок, и сосын май. Енді қараңыздар, сіздің жеген тәттіңіз, ол бірінші кезекте гликоген деген болады, ол бауыр бұлшықеттерде тұрады, как араның ұяшығы сияқты. Жеген тәттіңіз ол сол жерге барады, бірінші толады. Ол толғаннан кейін ол екінші кезекте уже сіз күнде тәттін жеп жүрсіз, ол толғаннан кейін ол екінші қайқа барады, қарындағы май болып пресселе береді. Ол гликоген не үшін жаратқан бізге, чтобы сіз бірден мысалға энергия жұмсадыңыз, бірден бір жүгірдіңіз, немесе бір стресс алдыңыз, энергия ғой. Сол кезде организм содан алу үшін қорда, ол бірінші кететін гликогеннен кетеді. Содан кейін бар, уже ол таусылғаннан кейін барып, уже жаңағы май ыдырап бастайды. Майдың еруі ол өте қиын. Сондықтан сіз мысалға тәттіні жеп жүрсіз, бірақ спортпен аласыз басқа қыл, ол азбайды. Неге? Өйткені гликоген сіз жақтыңыз спортпен, бірақ орнына қайып тәттіңіз толтырып отыра береді. Артық болса ол барда қарынға одан сайын жинала береді, мысалға да айтқанда. Сол үшін жаңағыдай тәттіні, мучной заттарды жемеген кезде адамдар сразу асып бастады дейді. Неге? Өйткені организмге тәтті түспегеннен кейін жаңағы гликогендердің бәрі қор азайды ғой. Ол енді күтеді тәттіні, тәтті организмге түскен жоқ. Сосын барады уже қарындағы майды ыдыратып, соны энергия көзі ретінде жағып бастайды. Ол уже ол состояние вообще адамдар күшті сезініп бастайды. Ол былай айтқанда, ол мысалы гликоген тәтті, ол газбен жүргенде болса машина, мына қарындағы май еріп энергия көзіне жұмсалған кезде ол бензинмен жүргенде адамдарда энергия пайда болады, басқасы чувство болады, мотивация пайда болады деген сияқты. Сондықтан жаңағы эмоциональный фонға да қатты әсер етеді. Иә. Сондықтан міндетті түрде азыңыздар, міндетті түрде көп адамдар жаңа темекі тартқан сияқты, ол адамдар түсінбейді, но бірақ когда ол проблема басталған кезде уже кеш болады. Давлениесі пайда қазір. Бүкіл жастардың барлығында ертеді. Мен өзім жүрек қан тамыр хирург маманы болғандықтан жап-жас балдар келеді. Давлениесі бар. Ол уже болды. Давление деген ол қиын жағдай.
соның барлығы неден пайда болады? Мысалға біз айтамыз ғой, давлениенің 90% эссенциальный белгісіз себептер дейді. Белгісіз себеп емес, ол қазіргі ғалымдар дәлелдеп жатыр, что осы ұйқының дұрыс еместігі. Түнгі дежурство, түнгі ұйқының дұрыс, телефонмен отыратын адамдар. Сосын жаңағыда спорттың жоқтығы, артық салмақты қосқаны, осылар міне себептердің барлығы қазіргі. Сондықтан оған міндетті түрде көңіл бөлу керек. Мысалы, жаңа айтып жатыр ғой, әйел пациенттердің проблемасы, иә. Мен түсінемін әйелдер неге келмейтінін. Бірінші мәселе, уақыт жоқ. Жаңағы айтып жатсыз ғой өзіңіз, үшінші бала деген. 3 бала деген сөз, ол сен үйден шыға алмайсың деген сөз. Иә, келе алмайтынын түсінемін. Ол уақыты жоқ. Екінші жағынан бір андай адамдар бәрібір қанша дегенмен андай иллюзияда өмір сүреді да. Сейчас все пройдет, өтіп кетеді, ничего страшного. Қазір сөйтіп сондай қарайды, содан кейін врачқа бармайды. Және үшінші мәселе ол дәрігерлерден қорқу. Дәрігерлерден жалпы бізде ана бала тәрбиесінде де кішкентай кезінде жылама болды, доктор алып кетеді деп ұрсады ғой мысалы ше. Иә, сөйтіп қорқытпау керек қой баланы. Да, сен доктор алып кетеді, қазір докторға беремін, доктор келіп қазір укол салады. Кішкентай кезден врачқа бармауды үйретеді. Одан жаңа сіз дұрыс айтып отырсыз, тегін нәрсенің құны жоқ қой. Иә, тегін медицина болғандықтан не істеп жатыр дейсің деген сияқты. Мен мысалы осы жерде айтып кетейін да, вот енді әрқашан мысалы шетелге барған кезде больницаларын көреміз ғой, ішкі несін, кухнясын. Мен айтам да, біздің елде өте керемет жағдай жасалған. Адамдар пока ол жақты көрмейінше, білмейінше біз мына жақта отырамыз ғой, жаңағы шетел мықты, врачтар мықты, медицинасы мықты деп. Мықты ештеңе жоқ. Мен оған әбден көзім жеткізгем. Медицина саласы болсын, басқа саласы болсын, негізі біздерге мемлекет тарапынан өте мықты қолдаулар жақсы. Бұндай мүмкіндік ешқандай елдерде жоқ негізінде. Мысалға ол жақта неге мақтаймыз, потому что ол жақта платный медицина болғаннан кейін, платный медицина жерде ол конкуренция мощный жерде ол сервисте болады, барлығы басқаша болады. Бізде әрине тегін медицина болғаннан кейін ол бағаланбайды, және де тек жаман жағын көреміз біздер. Өкінішке орай. Сосын біздер дәрігерлерді дұрыс үйрету саласы жоқ қой, мысалы қалай пациентпен сөйлесу, жаңағыдай, мысалы бізде бір дәрігердің, мысалы мен өзімде жұмыс жасадым госпитальда, 5 дәрігердің жұмысын артық қоя тастаған. Сен түнімен дежурство, шаршап, сен күшіңде жоқ, сенде ешқандай даму да, өсу да ештеңе жоқ. И при этом копейка төлейді саған. Мысалға мен жүрекке ота жасап, эндоваскулярный хирургияны жасадым, мынау закрытый да, жүрекке, қан тамырға, тамырдың операцияны жасаймын, при этом менде 200 мың теңге зарплата болатын. Это мысалға ответственность еще. Қандай мысалы сенде стресс, мысалы хирургия деген ол өте үлкен стресс мысалға. При этом 200 мың теңге зарплата. И енді мен кеше Турцияға тоже бардым. Турцияда Медипол деген клиника бар, білесіз, үлкен. Ол жақ маған өте қызық болатын. Біз айтады ғой, Турцияда номер 1 клиника, және бүкіл әлемнен келеді ол жақта емделуге. Мен басқа Медиполға біз барған кезде енді кіргеннен керемет. Не деген здание, не деген үлкен, ішінде барлық жағдай жасалынған. Біз енді ол жерде варикоз бойынша мастер-класс, және варикозды ол жақта коллегалар қалай емдейтін, маған всегда әрқашан қызық, мен бір маманның жұмысын көру. И сол кезде 5 миллионнан басталады дейді варикоздың емі 2 аяқ. Бізде 500 мың болса, жобамен 2 аяқтың варикозы, ол жақта 5 миллион. То есть бізден 10 есе теңгемен, бізден 10 есе қымбат. Хорошо. Значит, бізден 10 есе қымбат болса, енді врачтары да емі де нереально 10 есе мықты болу керек шығар. Енді 10 есе болса да хотя бы 3 есе деген сияқты. Операционның ішіне кірген кезде ештеңе жоқ, біз таң қалатындай. Мысалға мен айтсам, даже біздің 15 минутта жасайтын обычно стандартный варикозды мысалы 2 сағат жасайды. Наркозбен жасайды еще. Бізде наркоз деген жоқ, барлығы местный. Келді 10-15 минутта мысалы жасады, тұрды деген сияқты. Сондай өте оңай варикозды 2 сағат жасайды, 1 сағат наркоз, 3 сағат обедке дейін 1 операция. Біз обедке дейін 10 операция шығамыз негізі. И сонда қарайым, мысалға, бірақ медициналық туризмді шетелде өте мықты дамытып жіберген. Күшті дамытқан медицина туризмді. Бүкілі енді басқа саласын білмеймін, әрине, но басқа саласы да примерно солай. То есть біздегідей 10 есе таңғалатын ештеңе жоқ. Я пациент жақтан келсең, там барлығы күшті, барлығы не, но біз енді дәрігер ретінде ішін көреміз, врачтардың қолын қалай жасап жатыр, қаншалықты мықты технологиясын, дым жоқ. Біздегі Қазақстандағы мысалы хирургтар оның қасында өте мықты, қолдары несі. Просто бізде ол расхваленный да клиника.
әбден олар маркетингке Маркетинг жұмсайды, әбден мысалға бізге келіп атады ана жаққа, олар соны ақшаны шашады маркетингке. Ал біздің елде ондай емес, біздер жаман жағын ғана көрсетіп қоямыз. То есть бізде система дұрыс емес. Егер де бізде системаны дұрыстайтын болса, жаңағы соның бәрін үйретіп дәрігерлерге тағы басқа, таң қаласың бізде де басқа. Енді ол айта берсең өте көп, бірақ мен айтқым келіп отырғаны, шетелде ондай ас паспорттың ештеңе жоқ. Иә, шетелдегі фарм лекарства дәрілер өте жақсы сапада. Бізде мысалға аспиринді берсең, оның құрамындағы аспирин ол 90-100% емес та, активный вещество ол, мысалы 70% болуы мүмкін. То есть ондай мөлшерде әсер етпеуі мүмкін деген сияқты. Кез келген дәрі шетелде жақсы. Но емі жағынан ас паспортқан ештеме жоқ. Бұл енді сіздің жаңағы флебология саласында шығар, бірақ басқа салалар туралы солай айта аласыз ба? Басқа саласы бойынша кардиохирургия дейік. Жоқ, мысалға мен өзім кардиохирургия бойынша айтсам, мысалы бізде Астанадағы кардиохирургия ол әлемдік деңгейде. Оның ішінде технология кешегі Медиполда жоқ, мен гарантия берем. Өйткені оны бірақ тоже айтылмайды ол туралы. Мысалы, не деген мықты бізде мамандар бар. Енді Астанадағы сол кардиохирургия саласы. Енді менде өкінішке орай кеше жақын арада тоже мен досымның бір несі онкологиямен ауырып қалды. Сол кісі тоже осы жақта ем болмады не деп сол Турцияға алып кетті, сол клиникаға. И олар былай бастайды. Ой, сен кім қарағанына, кім қойған диагнозына, не деген сұмдық, ертегенде біз емдеп тастайтын деген сияқты. Но уже метастазбен, уже 4-й степень онкология ол емделмейді да, ол бәрі исход бір негізінде. Бірақ енді ол үйін сатты, машинасын сатты, бір 15 миллион, 30 миллионға ақшаның бәрін шашты бірақ. Бірақ енді не болды, 2 жылдан кейін бәрі қайтты да мысалға. То есть мен баяғыда менде көзқарас басқа тұғын. Вот мысалға Турциядан бір мамандар келатыр, бесплатно прием жасайды дегенде, мен ойлайтын, давайте біз оны қосылып тоже реклама жасайық, пусть адамдар бізде ем таппай жүрген бар, сол жаққа барсын да емделсін деп. Оказывается, оларда маркетинг тегін келеді, тегін қабылдайды да, ол жерден 10 адамды алып кетеді, мысалы 20 адамды 10 алып кетеді. Сол жерде сразу сатады ол, мысалға. И ол адам не істейді? Енді баласы үшін, басқа үшін ол бүкіл үйінде сатады, жиған терген бәрін сатады, но бірақ ондай бір нәтиже алмайды бәрібір. Может максимум продлевать етуі мүмкін деген сияқты да. Енді примерно плюс-минус. Егер әрине сіздің жағдайыңыз бір ас-басып баратқан болса, бірақ өкінішке орай жағдай жоқ адамдар да барып жатыр соған не қылып та. Сондықтан біздің елде де неге жақсы. Онкология саласы просто іздеу керек. Просто жақсы мамандар бар, жақсы больницалар бар, просто соны іздеп табу керек. Сондай. Іздену керек та, осы ғана екен. Иә, іздену керек. И сосын мынандай, мысалы біз Японияда болған кезде, мысалы Европада жалпы неге медицина жақсы? Бір плюсы. Өйткені адамдар ерте барады, кез келген аурудың сатысында. Мысалға чекап өтеді олар. Өйткені біледі ғой, ауруды емдеу өте қымбат, лучше алдын аламыз дейді, олар чекап өтеді жыл сайын. Онкологияның бағалығын ерте стадиясында олар анықтайды, соны ем жүргізген кезде барлық ем 100%. Енді қараңыз, біздің елде ешқандай олай қарамайды, асқынған түрінде барады да, и ол әрине ем болмайды. Ем қонбайды уже. Біздегі барлығы асқынған кезде ғана келеді біздің елдің адамдары. Сондықтан айтып отырмын ғой, денсаулыққа деген приоритет жоқ бізде. Өкінішке орай. Өкінішке орай, иә. Енді сіз әртүрлі пациенттермен жұмыс істеп көрдіңіз ғой, осы флебология саласында да, жалпы алдында кардиохирургия, сіздің достарыңыз да бар шығар. Жалпы Қазақстандағы еркек пациенттер мен әйел пациенттердің айырмашылығы не? Может, олар бірдей шығар. Енді я понимаю, қазір сізде варикоз бойынша көбіне әйел басымырақ. Мүмкін сіздің коллегаларыңыз да бар шығар, именно ер азаматтар келетін. Олардың проблемасы не? Әйелдікін айтып тұр, түсініп тұр, қолы босамайды, өзіне қарауға уақытысы жоқ. Ер азаматтарда не проблема? Так. Бәрібір қанша дегенмен байқап болсаңыз, ер азаматтың өзін дәрігерге алып баратын әйелі. Шұқып артынан барсайшы, саған бару керек деген сияқты да. Әйелдерде ер азаматтың ішкі дүниесін түсіну керек. Мен сол үшін де ер азаматтың ішіндегі қандай проблемалар бар, неге ол келмейді деген нәрсеге мүмкін көзқарас өзгерсе, әйелдер де осы жерде көріп отқан әйелдер басқаша күйеуіне қарым-қатынас жасайтын шығар. Менде ол мақсат сондай. Не үшін мен айтып жатырмын? Қазір біз айттық, жаңа әңгіме барысында айттық, әйел пациенттердің проблемасын мен прекрасно білем. Бала шағадан ата-енеден қол босамайды, туу керек, ол туған балаларды қарау керек. Ал больница деген нәрсе, дәрігер деген нәрсе, білмеймін, бір списктің соңында болса рахмет, болмауы да мүмкін да. Ал ер азаматтарда да проблема бар, олар бармайды дәрігерге. Сіздің дәрігерлік опытыңыз мүмкін, сіздің коллегаларыңыздың дәрігерлік опытында жалпы ер азамат пациент неге дәрігерге бармайды деген сұраққа қалай жауап бересіз? Қандай сіздің опытыңыз бар?
жоқ, ер адамдар енді біздер сенбейміз ғой көп нәрсеге. Ер адамдар бізге тек результат керек қой сразу. Әйел адамдар олар эмоцияға беріледі, мысалы. Сондықтан негізі әйел адам бәрібір ол былай оның істері көрінбейді ғой, әйел адамның қандай іс жасаса да оның жұмысы көрінбейтін, бірақ өте көп несі ер адамның әрбір сатыға көтерілуінде оның көмегі өте жоғары негізі әйел адам. Ер адамдарды бізде келеді, бірақ көп жағдайда әйелдері етіп келеді, немесе реткі жағдайда өздері келуі. Біз әйел адам қатты жақтап кеткенбіз ғой енді. Енді әйел адам жұмыс жасаған екен да. Көп вообще қоғамда ер азаматтар жалпы бүкіл жағдай әйелге жасалған деп айтады. Заңдарда сендерге жазылып жатыр, бүкіл жағдай сендер, дәрігер де сендердікі, бәрі сендердікі, бізге дым қалған жоқ. Машинені де мініп жатсыңдар, шалбарды да сендер кидіңдер деп жатыр, дұрыс па? Сонымен. Жоқ, типа мынандай нәрсе ғой, сұрақ отбасыдағы жалпы ұрыс жанжалдың негізгі причинасы, себебі типа әйел адамнан ба, еркек адамнан ба деген сияқты нәрсе ғой ол. Содан басталды. Так, и че, ұрыс керіс әйелден ме екен, еркектен ме екен? Жоқ, ол мысалға біздер енді вообще кез келген адам, сен күнде бір нәрсені ести берсең, бір нәрсені көре берсең, сол сен үшін норма, и соны сен жақтап кетесің, сол дұрыс болып қалады. Соответственно, біздерде енді мен өзімнің әпкелерім де бар, немесе біздер енді күнделікті пациент 95% әйел адаммен жұмыс жасағаннан кейін енді көресің ғой, мысалға еміне ақша бермей жатады, хотя оны көріп тұрсың, аяғы деген варикоз асқынып жатыр, жүре алмайды, ауырады, қақсайды, қиналады, не қыласың емдеп деген сияқты сұрақ болады да. Не істейсің, жүре бер деген сияқты, мысалға енесі жағынан да айтатын сөздер көп, мысалға жүре бер, өлмейсің деген сияқты. Сол нәрселерді көргенде кейде мысалға әйел адамдарды даже ұрған кездерде болды, мен көз алдымда мысалға ұрып алып кеткен кездерде болды, немесе жаңағында боқтап, енді айта берсең өте көп. Сол нәрселерді күнделікті көріп жүргеннен кейін бір ер адамдарға деген жеккөрініштік пайда болып қалғанда біздерде, жалғыз мен емес, бізде клиникада дәрігерлерде жалпы неге олай деген сияқты да. Шама жаның ашсын, шама ақша бер, емделсін, қаралсын, көрінсін деген сияқты да. Енді ол аяққа ондай болса, ол тіске де сондай деген сияқты. Жалпы сондай. Біздің қоғамда өкінішке орай бәрі емес, енді ондай нелер өте көп. Сол тақырыпты айтып бастаған кезде менде достарым бар, олар енді андролог, уролог мамандар, олар керісінше 99% еркектермен жұмыс жасайды. Енді олар қандай шағыммен келеді, жаңағыдай мүшенің тұрмай қалу деген сияқты проблемамен келеді. Енді олар енді соответственно врач болған соң оның причинасын қазбалайды ғой, неге деген кезде айналып келгенде жаңағыдай әйел адамдардың жаңағы ақша аз, неге ақша таппайсың, анау үйтіп жатыр, мынау бүйтіп жатыр, жаңағыдай. В общем, проблема сол әйел адамдарға ол наоборот айтады да. Мен наоборот біздер айтамыз да, жаңағыдай ол әйел адамдарда жаңағыдай не жоқ деп та. Түсіністік жоқ ер азаматтар. Наоборот еркектері как будто бір түсінбейтін сияқты әйел адамдарын күнде ұрады, соғады, әйел адам. Олардың түсінігі бойынша керісінше олар әйел адамдан наоборот жек көріп кеткен да. Әйел адамдар жаңағыдай кейбіреулер айтатын болса керек, біз деген күні түні жұмыс жасаймыз, әйтеуір тапқанымызды тауып жатырмыз, соған қанағат жоқ, неге ары қарай ақша таппайсың деген сияқты. Сосын сондай спор болып кетті бізде. Біз наоборот мына жақта, олар ар жақта деген сияқты да. Сіздер еркектерді кінәлайсыздар, олар әйелдерін кінәлайды. Енді қараңыз, кейіннен менде баяда прям 100% менде сондай не болатын. Тек еркектер жаман сияқты көрінетін енді. Бірақ қазір енді оларын айтып отырсаң, олардың да бір сөздерінің жаны бар шығар, енді все-таки ол бір ұрыс, ол екі жақтан да болады ғой. Сондықтан түсінушілік керек қой негізі. Жалпы мен ойлаймын, бұл жерде коммуникация, жалпы отбасыдағы кризистардың болуы бірінші мәселе, олар сөйлесе алмауы, тіл табыса алмауы, сосын отбасылық өмірге қатысты бір иллюзиямен үйленеді ғой. Біз үйлендік, күшті бүкіл вопрос шешіледі деген сияқты. Одан кейін ер әйел мен әйел адам екеуінің отбасыға деген көзқарасы әртүрлі болуы мүмкін. Бала тууға деген, жұмысқа деген, жалпы жастар қазір үйленген кезде сондай иллюзиямен үйленеді бар ғой. Бәрі жақсы болып кетеді, оның артында қаншама еңбек бар. Ол даже туған туыспен тіл табысудың өзі үлкен жұмыс. Осының бәрін білмейді, бір-бірін түсінбейді, ақша жетпейді дейді, бірақ патырлады, бала туады, ақша жетпейді. Почему-то бізде мынандай да, бала туу мен ақша жетпеуінің ортасында адамдарда байланыс жоқ. Өйткені бала туу ол Құдай берді, өзі келіп жатыр деген сияқты. Ну ты же на работу ходишь, жұмысқа барасың ғой.
жалпы мына ақшаң жетпейді, қаржылық сауаттылық деген нәрсемен отбасын жоспарлау, баланы жоспарлау мәселесі екеуі бір-бірімен почему-то туысқан емес біздің адамдардың басында. Байланыс жоқ, неге екенін түсінбеймін. Сол осы мәселе деп ойлаймын. Жалпы жаңа сіз айтып отқандай, уролог сіздің коллегаларыңыздың, достарыңыздың пациенттерін де түсінемін бір жағынан. Но с другой стороны, они тоже бұл жерде ер азаматта қатысу керек. Отбасыны жоспарлауға қатысу керек. Олар қатыспайды. Олардың қатысуы жаңағы ақша кеп беру. Ақша кеп беру, бала тууға қатысу өте төмен ғой қазіргі кезде. Әйтеуір өзің бірдеңе қалсашы деген сияқты айтады да, былай қарап отырсаңыз. Но если бы они были в партнерстве, мен гендерлік теңдіккемін. Мен көп ер азаматтар ойлайды, мен еркектерді қарсы жаңағыдай, мені тек еркектерге қарсы адам деп айтады. Мен гендерлік теңдік үшін күресемін. Әйелдерге гендерлік теңдікті айтамын. Ол ер азаматтарға да пайдалы нәрсе. Бөлісе алу, сондай проблемаларды бөлісе алу. Негізі ойлап отырмын, сіздің сол уролог, андролог достарыңыздың біреуін шақырып осындай бір ашық әңгіме айтамыз ғой деймін. Не болып жатыр ол жақта? Еркектердің ішкі жан дүниесін айтып беріңізші деген сияқты. Келесі сұрақ қойғым келіп тұр. Мысалы, сіз айтып жатсыз ғой, тәжірибеңіз көп варикоз бойынша. Әрбір маманның өзінің бір андай несі болады, профдеформациясы болады. Мысалы, стоматолог адамдармен сөйлескен кезде бәрінің тісіне қарайды. Ал жаңа косметолог бәрінің беттерісіне қарайды. Сіз өзіңіздің де бір көзқарасыңыз неңіз бар ғой, былай сырттан бүйтіп қараған кезде, бүйтіп өтіп баратқан қыз-келіншектерді, әйелдерді көрген кезде, примерно мына әйелде варикоз бар сияқты деген сияқты бар ма сізде? Мысалы, аяғын көрмесеңіз да сондай бір. Жоқ, аяғын көрмесең әрине оны көріп айта алмайсың ғой. Бірақ аяғын қараған соң айтасың. Андай жоқ, походкасынан бір андай несінен. Жоқ, олай бағалау өте қиын. Қиын ол нәрсе. Түсінікті. Мен сөйтіп ойлайтын едім да, мүмкін ол да көрінетін шығар деп. Айтатырмын, гендерлік теңдік. Сіз бір жағынан, сіз андайсыз да, сіз әйелдердің проблемасын шешетін, әйелдерге көмектесетін ер азаматсыз. Әйелдерді басқа жағынан танисыз да, проблема жағынан. Былай қарасаңыз, ер азамат жаңағы коллегаларыңыз да бар, түсінесіз, еркектерді түсінесіз. Былай қарағанда енді сіз гендерлік теңдікті ұстана алатын эксперт сияқтысыз да, менің көз алдымда. Жалпы өзіңіздің, егер құпия болмаса, өзіңіздің жеке отбасыңызда келіншегіңізбен қарым-қатынасыңыз қандай? Жалпы жұмыс істетесіз ба оған, ақша бересіз ба оған, салондарға? Осы туралы не айтасыз? Келіншегім тоже дәрігер. Ол да сол. Сіздер коллеги? Дәрігер. Біздің клиникада ол управляющий, негізі директор сол кісі. Біздерде енді қараңшы, жалпы менде енді көп жағдайда осыған дейін балдарға да көп тәрбиесіне несіне араласпайтын, жаңағыдай жұмысқа байланысты. Сосын менде мынадай ұстаным болатын, бірінші мына нәрсені істеп алайын, сосын барып балаға қараймын, немесе сосын әке-шешеме қараймын деген сияқты. Мен түсіндім, балалардың қалай тез өсіп жатқанын. Ертең ол мектеп бітіреді, болды, одан кейін көрмесін, немесе ары қарай өз несімен кетеді деген сияқты. Әке-шешең де қартайып жатыр деген сияқты. Сондықтан жить в моменте дейді ғой. То есть қазір демалып та үлгеру керек, балаға да қарап, әке-шешеге де, жолда әйеліңмен бірге тоже оған да көңіл бөліп деген сияқты. Жұмысты да барлығын бірге алып жүру. Ол шынымен де өте жақсы екен. Сондықтан қазір енді бала шағаға өте көп қатты көңіл бөліп бастап жатырық. Жұмысты шамалы азайтып деген сияқты. Енді үй жағдайына келсек, енді ол мен келіншегім ол жаңа біз қатты неге араласпаймын, бірақ үйдегі жанұядағы жұмыстарға тағы басқа. Ол өзінің тауып жатқан ақшасы бар клиникада, ол өзіне жаратады, өзіне жұмсайды. Мен жалпы сол семьядағы негізгі шығындарды сосын жаңағы сол негізі үйдегі интервьюіне көмектеспейсіз бе? Жоқ, мен көмектеспеймін, бірақ мен негізінде шынымды айтайын, олай үйде енді жалғыз бала өскен соң, өкінішке орай. Ханның баласы болып өстіңіз ғой, бәрі дайын. 4 қыз, жаңағыдай ешқандай бір әке-шешемізде шай қойдырмаған ғой, даже. Солай өсірген енді. Сол әдет қалып қойды ма, оның үстіне біздер енді таңнан кешке дейін жұмыста болғандықтан, негізі үй жағдайында вообще араласпаймын. Мынау даже кеселерінде қайда тұратын білмеймін. Шынымды айтсам, үйде кухняда. То есть келдім, не қылдым деген сияқты. Бірақ енді әйеліңізде жұмыста кім істейді оның бәрін? Кесені кім орнына қояды? Жоқ, ол кісі, мен енді әке-шешеммен тұрамын, бірақ әйелім тоже үйде бос кезде,
жұмыс жасайды үйде ғой енді көбіне балдардың жаңағы тәрбиесіне араласады деген сияқты. Жалпы сондай. Сіз балалармен уақытыңызды қалай өткізесіз? Мен негізінде жұмсақ әкемін. Өйткені енді мен әкем өте сондай бір бала жанды адам. Енді әкемнің берген тәрбиесін бергім келеді. Өйткені мен әкем ешқашан бала кезімде бір рет ұрып соқпаған, даже ұрыспаған да екен әке шешемді. Сондықтан енді біздің балдарым енді былай ұрыста көрмеппін осы уақытқа дейін балдарыма. Сіз үйде хороший полицейский, әйеліңіз плохой Иә, полицейский вот мамасына қорқады негізі балдар. Ұлдар қыздар мамасына қорқады. Мен ол более еркін өсіп жатыр. Өйткені біздің балдарымыз ондай бір бұзық емес, білесің, енді ол ұрысқанда да ол вообще басылып қалады деген сияқты. Иә. Сондықтан сол еркін сондай. Енді айтып отырсыз ғой, мен өзім сондай жұмсақ адаммын деп. Команданы қалай басқарасыз? Бізде енді қазір өте керемет команда деп айта аламын. Өйткені көп мен танитын, біз сырттай танитындардың бәрі қызығады негізі. Барлығы енді Алладан ғой. Бірінші мен әрқашанда тілеймін Құдайдан жақсы қасыма адамдарды жолықтыруды, кездестіруді, біріншіден. Екіншіден негізі сен қандайсың, қасыңдағы адамдар да сондай болады. Бізде енді клиникамызда барынша жаңағындай мысалға мен баяғыда ең алғаш жұмыс жасаған кезде жаңағыдай өзің тапсаң, өзің не қыласың деген сияқты нәрселер өте көп болатын. Қазір мен соңғы уақытта ол нәрсе мүлде жоқ. Менің ары қарай жұмыс жасауыма бір мотивацияның бірі осы командамдағы адамдардың өсіп, олардың ары қарай дамып, олар финансовый жағынан болсын, мысалға жаңағыдай өзімен өз саласындағы, Қазақстандағы өз саласындағы маманның ең жоғары зарплата алуы. Соған біз содамыз десек те болады, сол бір мотивация. Олардың жаңағыдай күшті жұмыс. Сосын жұмыста бір андай атмосфера создавать ету, жаңағыдай жай келіп кету емес, бір сондай еркін, жұмысын с удовольствием жасайтын сондай атмосфера создавать ету. Оны создавать ету әрине, мысалы мен жаңағыда бір жеке кабинетте бір ондай бастық сияқты емес. Біздер бәріміз бір деңгейде, персонал болсын, дәрігерлер болсын, бәріміз. Мен керісінше олардан постоянно обратная связь сұрап отырамын. Мысалға не керек саған, не істеу керек, не өзгерту керек деген сияқты. Сол нәрсені орындауға. Может, содан кейін ба, бізде жаңағыдай кісілік, директор мынандай болды деген ондай нәрсе жоқ. Барлығы бір деңгейде. Біздің негізгі миссиямыз, мақсатымыз әрбір келген емделушіге күшті емді көрсетіп, оның довольны болып кетуі. Біз соған ғана жұмыстанамыз болды. То есть, ондай не жоқ. Айта берсең енді өте көп. Сол, бірінші енді өзің қандай боласың, адамдар бәрі соған қарап тартылады ғой, жалпы. Екі қалада клиника басқару қиын емес па? Жоқ, ол жерде система бар, и сондықтан ол жүріп жатыр. Жалпы осы кәсібіңізде, өзіңіздің жұмысыңызда қандай жақын уақытта жоспарларыңыз бар? Біздерде енді бұйырса клиника келесі филиалдар ашылады. Қай қалаларда? Либо Астана, либо Алматыдан, екі қала бірінен. Келесі жылдары. Соған жоспар. Соған айналасыздар ма? Иә. Керемет. Қазір осы подкастты көріп отқан қыз келіншектерге не нәрсеге мән беру керек? Қатты запущенный болмау үшін. Чтобы біріншіден жаңағы мен осы подкастты нақты түсінгенім, егерде сенде предрасположенность болатын болса, мамаңда, папаңда, туған туысында бар болатын болса, значит, уже в группе риска ондай қыздар. Уже в группе риска. Олар не істеу керек? Егер, допустим, қазір аяғында ештеңе жоқ. Үнемі қарап отыру керек па, қорқып? Вообще, неден бастау керек? Жоқ, егерде аяқта ештеме жоқ болатын болса, онда оны қорқып, уайымдайтын ештеңе жоқ. Ары қарай өз өмірін сүре беру керек болды. Бірақ болмау үшін не істеу керек? Болмау үшін әрине негізінде біздерге мысалы УЗИге келсе, біздер қарап айта аламыз да, жаңағыдай предрасположенность бар, жоқ, уже тамырдың. УЗИде айтамыз. УЗИде көрінеді ол. Қай тамырдың келешекте варикозға айналуын біз уже білеміз. Ол да опытпен немен келетіне. Егерде ондай болмаса, мүмкіндік ешқандай бетінде тамыр болмаса, в принципе жүре берсе болады. Өйткені мынандай нәрсе бар. Адамдағы да көп информация білген сайын да ол қиын негізінде.
баяғыда есімде бір жас қыз келді, 16 жасар, аяғында варикоз бар деп мамасы алып келген болатын. Сөйтсе Ташкентте бір 2-3 жыл бұрын ба, сол кішкентай кезінде аяғында варикоз бар, операция керек деген ба, солай айтқан. Содан бері ол қорқып, аяғындағы бүкіл варикоздың симптомдарын маған айтып тұрды. Осындай ауырады, тяжесть, іседі, тағы басқа. Мен УЗИмен тексеріп қараймын, ешқандай варикоз ештеңе жоқ, сап-сау аяқ. Сол кезде мен айттым да, сізде варикоз жоқ. Это сап-сау адамның аяғы деген кезде, кейін сол есімде звондап айтады, аяғым ауырғанда бар, кетіп сізбен сөйлескен екен дейді. Көрдіңіз ба, самовнушение деген бар. Сондықтан керек емес. Егер де аяғыңыз ауырмаса, ешқандай бетіне шығып тұрған тамыр жоқ болатын болса, даже ата-анаңызда варикоз бар болсын, керек емес. Ештеңені уайымдап, сіз здоровый адамсыз болды. Варикоз әрқашан сыртына көрсетеді, шығады ол. Даже ішіндегі внутренний варикоз болған өзінде де табан жақтары оның сеточкалары шығып бастайды. Ол кезде де келсеңіз ерте емделуге болады деген сияқты. Ертерек бастаса оңайырақ. Иә. Сондықтан сосын мынандай зат, егер де мысалға ауыр зат көтеру, штанга өзінен артық салмақтарды көтеру тоже қауіпті, негізі варикозға айналдырып жібереді. Сондықтан біртіндеп организм үйретіп, шамаңа қарап деген сияқты занимация етуге болады. Жүктілік жағына келетін болсақ, жүктілікте ешқандай қорықпай көтеріп беруге болады, но бірақ кемінде 2 жыл күтінгенде жақсы да, жылдан жыл сразу көтергенде де сондай варикоз нагрузкамен шығып кетеді. Сосын егер варикоз жүктілікте шықты ма, босанғаннан кейін міндетті түрде келіп көріну керек 6 айдан кейін. Өйткені көп тамырлар шығып тұрады, жүктіліктен кейін кетіп қалған сияқты болады, бірақ ол кетпейді, ол ішінде тұра береді. Келесі жүктілікте одан сайын үлкейіп кетеді. Сондықтан ерте келген емнің де ол несі өте тез әрі жеңіл емделеді. Сондықтан қаралу керек. Малый тазының варикозы, мынандай нәрсе бар ма? Мынандай стандарт бар ма, мысалда, әйелде малый тазының варикозы бар, бірақ аяқта жоқ болуы. Бар, болады ондай. Ол тоже былай, егер көп бала туған әйел адамдардың өзінде де ішінде варикоз тамырлар болады, маткада, малый тазда. Бірақ оның барлығын емдеу керек деген заңдылық жоқ. Оны біз сияқты мамандардан өту керек. Ол жерде біздер қараймыз, егер де аяққа өтіп баратқан оның бір қауіпті ештеңесі болмаса, оны біз жібереміз ары қарай. Ешқандай адам өмір бойы жүре береді онымен. Жалпы мен ойлаймын, құрметті қыз келіншектер, егер предрасположенность болатын болса, немесе аяқта сондай сеточка бірдеңе пайда болатын болса, флеболог маманға барып, бір көрініп, жылына бір рет көрініп тұрған жақсы деп. Если варикоз бар болса, міндетті түрде как тіс сияқты ғой, бір осмотрдан өтіп тұру керек. Кариес деген сияқты. Нұрғазы, мен сізді Инстаграмда көріп таныдым. Жалпы өте белсендісіз, әртүрлі блогерлермен коллаборацияларыңыз бар. Инстаграм сіздің жұмысыңыздың қанша бөлігін алады? Мысалы, көптеген кәсіпкерлер айтады, жаңағындай, инстаға уақытымыз жоқ, маған консультацияға келген кезде де мен айтамын да, кішкене развивайтесь, қазіргі кезде Инстаграм ол сен паспортың деген сияқты. Бірақ мынандай да бар да эксперттер, Инстаграм күшті да, бірақ жұмыс онша еместер бар. Иә. Ондай да бар. Енді сіздің нәтижеңіз өзі көрініп тұр. Екі қалада клиника ашып жатсыз, жақсы отзывтарыңыз бар, әбден зерттедік. Жалпы мен соны қалай сіз үлгересіз әлеуметтік желіде белсенді болуға және де өз жұмысыңызды жақсы жүргізуге? Негізінде мен мынандай видеоға негізі былай ортаға шығып сөйлеу дегеннен жоқ адамын баяғыдан. Бірақ Инстаграмда бәрі сіздің суретіңіз бар. Бірақ ең алғаш осы мен флебология келген кезде негізі мен келіншегім соны ашқан өзі. Мен Инстаграм деген затты о баста ойламағам. Сіздің услугаңызды әйеліңіз сатып бастады ма сонда? Иә, негізі сол кісі пысық қой. Сол өзі ашты, Инстаграмды жүргізіп, сол басына өзі жүрді. Сосын кейіннен, бірақ негізінде бір өрді қарасаң, негізі тоже Инстаграмға өте көп күш салып атады ғой, бірақ қатты подписчиктер жинай салмайды. Бірақ мен өзім таңғаламын, где-то бізде қанша бір 130 ба 140 мыңға дейін, осы кешегі күнге дейін бізде ешқандай бір блогер немесе бір реклама деген болған емес. Ешқандай бір таргет жүргізіп атады, блогермен ондай болған емес. Өзі жиналған. Өйткені не көмектескен білмеймін, енді бәрі Алладан ғой, біздің ниет дұрыс болды ма, прям подписчиктер күніне 1000-2000 келген кездер болды, күніне просто. Сондай не болды. Әйеліңіз жақсы маркетолог болып тұр ғой сіздің. Иә, содан кейін, әрине одан кейін біз уже күш салып бастадық, онда тоже пайдалы видеолар. Мысалға, жеке жаңағыдай брендті дамыту деген ол өте жақсы нәрсе екенін түсіндім. Өйткені егер де шынымен де сен мықты болып тұрсаң, сен басқалардан бір ерекше жақсы жасап тұрсаң, оны айту керек халыққа. Халық деген оны білу керек.
иә, өкінішке орай біреулер бар, өтірік нені жаңағыдай жұмысымен өзінің сөзі сәйкес келмейді. Иә. Мысалы қаншама мықты мамандар бар, которые өз жұмысына, бірақ олар өздерін жаңағыдай жүргізбегендіктен ол сол деңгейде қалып қойды деген сияқты. Сондықтан сол қиын емес сізге? Енді әрине қазір тек әйеліңіз жүргізе ме Инстаграмды? жоқ, арнайы ісімен мамандар бар, солар жүргізеді. Енді қазір мысалға баяғыда біздерде андай кездерде болған, сол сториске түнде жұмыстан кейін түсіру, рилстарды тағы басқа деген сияқты. Жұмыстан шаршап әйеліңізді отырғызып қойып сіз түсіреді ғой. Ол ісімен мамандарда болды, бәрі бірігіп сондай. Енді біздер шаршаймыз шынымен, жұмыстан операция таңнан кешке дейін бетіне қараған келмейтін кездер болады, бірақ ісімен мамандар осы кісілер келіп тұрады, видеосын алып түсу керек, мынаны сөйлеу керек деген, сосын соны сөйлеп жібереміз, айтып жібереміз. Жалпы сондай. Ол да бір бөлек жұмыс. Иә, ол да бір үлкен жұмыс негізі. Үлкен жұмыс, оны көптеген эксперттер осыны түсіну керек, ол уже екінші жұмыс. Иә. Өз жұмысыңды былай істесең, енді әлеуметтік желіге екінші жұмысқа істейсің. Нұрғазы клиник, сіздің клиникаңызда егер 3 сөзбен сипаттасақ, ол қандай сөздер болатын еді? Бірінші ол сапа. Біз енді әрқашанда ұмытыламыз, күнде жаңа еще лучше бір нәрсені істеуге деген сияқты дамып ізденіп. Екінші авторлық методика. Өйткені біздің клиникада ғана бар ол авторский методика, сол методикамен біз бәріміз жұмыс жасаймыз, который уникальный. Жаңа айттым, Орта Азияның осы әйелдеріне лайықты келетін. Так, үшінші айтсақ, бізде бір барлығымызда біздің клиниканың жалпы миссиясы бар өзіне. Өйткені мысалға бізге келетін адамдарды айттым ғой, 80% басқа қалалардан келеді. Енді ол адамдарды қалай келіп жатқанын қарасаң өзің, жылдап мысалға ақшасын жинап жатады әйтеуір. Үйінен сұрану, жұмысынан сұрану, бала шағасын тастау, ата-енесінен, күйеуінен сұрану, қарап отырсаң алдын ала билет алу, мысалы сондай немен келеді, үлкен ниетпен бізге клиникаға келгеннен кейін енді біз білеміз оларға барынша қолымыздан келгенше жоғары сапада, жоғары деңгейде көмек көрсетіп, соны шығарып салу, соны риза қылу сол кісіні. Сол нәрсені бізде клиникадағы барлық қыздар да, дәрігер де бәріміз соны сіңіргенбіз бойымызға. Сонысымен бір ерекшелік бар шығар. Болды? Болды. Рахмет Нұрғазы, бүгінгі мен подкастыма келгеніңізге. Мені қарап отқан қыз-келіншектерге, әйелдерге пайдалы болды деп ойлаймын. Ең басты менің жеткізгім келген идеям сізді шақыру арқылы ол уақытылы қаралу дәрігерге, өзіңнің денсаулығыңа мән беру, тамағыңа, ұйқыңа мән беру және барынша сіздің клиникаға келмесе, Иә. Менің мақсатым сол. Сізді шақырып тұрып, сіздің клиникаңызға келмесе деп айту. Иә. Нация здоровый болу керек қой бізде халық. Оған өте көп жұмыстану керек. Енді көп адамдар өкінішке орай түсінбейді, бірақ соны қолға алу керек. Қиын ештеме жоқ. Жаңа мен айтқандай ғой, ұйқы, сол күнделікті спорт, қимыл, дұрыс тамақтану, сосын қандай да бір уайым қайғы бола ма, енді әрине барлық нәрсе сынақ қой, енді барлығы жақсы бола бермейді, бірақ соған қарамастан настроение, көңіл күйде выше норма ұстауға тырысу керек. Егер де сіздің настроениеңізді ниже нормы ма болды ғой, ашуланып жүріп біреумен ерегесесің, болмаса ана жақсы бір нәрсе приложение саған дұрыс келмей қалады деген сияқты кете береді. Сондықтан ол еще бізде жаңа қалқанша безіне бірден әсер етеді. Стресс несі көп адам түсінбейді. Мысалы біздің қалқанша безі деген ол ең басты без. Біздің миымыз ол барлығын управлять етіп, іштегі органдарды управлять етіп, барлығы через қалқанша без арқылы. Сондықтан кез келген соққы, стресс ол қалқанша безге әсер етеді. Ол біздің как щит сияқты. Бірінші кезекте осы без кетеді. Жас әйелдерде, нелерде. Сондықтан осыны не қылу керек? Қорғау керек. Оның несі стресс, жаңағыда сол мен айтқан 4 нәрсе, басқа ештеме жоқ. Рахмет Нұрғазы келгеніңізге. Рахмет сізге. Жақсы подкаст болды деп ойлаймын. Сізге бәрі ұнады ма? Иә, бәрі ұнады, керемет. Клиникаңыз гүлдей берсін, сервистарыңыз өркендей берсін, жалпы мақсаттарыңызға жете беріңіз, жаңа қалаларда ашылсаңыз, кішкене әйелдерге жақындау болсаңыз дұрыс болар деп ойлаймын. Бүгінгі әңгімеңіз үшін рахмет. Сізге де рахмет, көптеген адамдарға пайдасы тиеді деген үміттемін. Нұрғазы, біздің подкасттың дәстүрі бойынша маған келген қонақтар, оқырмандарыма бірдеңе сыйлайды.
бүгінгі көтеріп отырған тақырып өте маңызды. Мен ойлаймын, қазір тыңдап отырған қыз келіншектердің көбісінің бір мүмкін ішінде бір үміт жанған шығар, бір ойланған шығар, осы уақытқа дейін сондай аяғында бір өзгерістер көріп, мүмкін қорқып жүрген шығар. Осы жерде подкастта мен мынандай нәрсе ұсынғым келіп тұр. Сіз не сыйлайсыз? Сыйлығыңызға қарай бір конкурсысына қылайық. Давайте бір адамның аяғын тегін емдеп беру болсын. Варикозын. Сыйлыққа емдеп бересіз. Сыйлыққа, иә. Қыздарға, менің оқырмандарым біреу. Иә. Онда былай жасайық. Құрметті қыз келіншектер, сіздер комментарийде, осы подкасттың астында комментарийға өзіңіздің хикаяңызды жазыңыз. Неге сіздің аяғыңызға, сіздің осындай дертіңізге ем керек? Және неге сіз оған келе алмай жатсыз? Қандай қиындықтарыңыз бар? Өзіңіздің хикаяңызды жазыңыз. Міндетті түрде өзіңіздің жазған хабарламаңыздың астына Инстаграмдағы аккаунтыңызды, номеріңізді жазып кетіңіз. Өйткені өзіңіз қарайсыз ба комментарийдің бәрін? Өзіңіз командаңыздағы қыздар қарасын. Иә, кімнің хикаясы көбіне сіз дұрыс деп тапсаңыз, менің көмегім керек болып қалар деп тапсаңыз, онда Ақтауға, не Шымкентке, географиялық тұрғыда қай қала сізге жақын, сол қалаға алдырып, сізге сіздің дертіңізді емдеп беремін дейді Нұрғазы. Иә, бұйырса солай? Иә. Шамамен қанша уақыт кетеді қыздар, егер қазір хикаясын жазып отқан қыздар, жазамын деп отқан қыздар, қанша уақытқа дайындалу керек? Друг ұтып кетеді арасында біреу. Қашан таңдаймыз деген ба? Жоқ, қанша уақыт емге кетеді? Емдеуге. Оны енді варикоздың түріне байланысты. Ол уже содан кейін сөйлесіп шешіле береді ғой. Мысалға бір күнде емделіп кететін варикоз бар, келіп. Мысалы 3-4 күнге келіп қатынап емделетін түрлері бар. Енді ол әртүрлі. Жағдайға қарай. Түсінікті қыздар, құрметті қыз келіншектер, өзіңіздің хикаяңызды жазасыз. Неге сіздің аяғыңызға осы ем керек? Неге сіз бара алмай жүрсіз? Ол тек қана ақша мәселесі емес, жаңа алдында айтқанымдай бір жағдай келмей қалады, бала-шаға, басқа деген сияқты. Өзіңіздің хикаяңызды айтыңыз, бөлісіңіз. Нұрғазы мырза көмектесемін деген сондай ниет білдіріп отыр. Рахмет сізге. Жақсы. Ойлаймын, бұл үлкен бір сыйлық, бұл жақсы мүмкіндік деп ойлаймын көптеген қыздарға. Бүгін қонақ болып келгеніңізге, осындай ойыңызбен бөліскеніңізге, сыйлық сыйлап отқаныңызға үлкен рахмет. Рахмет сіздерге де. Кездескенше. Құрметті оқырман, каналға міндетті комментарий жазыңыздар, лайк қойыңыздар және жазылып отырыңыздар. Келесі эпизодта кездескенше. Әртүрлі көзқарас, адамға болма қас, бостандық үшін сен сана.